Сот залы тым тыныш. Тек ескі сағаттың тықылы ғана естіледі. Терезеден түсіп тұрған күздің бозғылт жарығы екеуінің жүзін көмескілеп көрсетеді. Алдыңғы қатарда отырған Зейнеп әже, басындағы ақ орамалы сәл қисайып, қолындағы орамалды қайта-қайта уқалап отыр. Көзінің ұшында мөлдір жас бар. Оның қарсы бетінде Әмір ақсақал. Ақсақалы егін жапқан, жүзінде ашу емес, шаршаған үнсіздік бар. Осылай бір-біріне қарамай екі түрлі оймен отыр. Судьяның дауысы шықты. Сіздер 58 жыл жұбай ретінде бірге өмір сүрдіңіздер. Қазір екеуіңізде ажырасу туралы өтініш беріп отырсыздар. Себебі неде? Зейнеп үнсіз қалды. Бір сәтке көзіне бүкіл өмірі елестеп өтті. Жастық шақ, шағын ауылдағы алғашқы үй, алғашқы бала, күйеуінің иығына сүйеніп күлген күндері. Бірақ сол күлкі бір күні өшті. Мен шаршадым деді, ақыры, әже жай дауыспен. Бір өмірді күту мен үндемей өткізу оңай емес екен. Әмір оған қарамады. Бірақ жүрегінде әлдене дір етті. Осы әйел менің қасымда 58 жыл жүрді. Бірақ мен неге оны бақытты ете алмадым деген ой маза бермеді. Кейін сот үзіліс жариялады. Зейнеп дәлізге шыққанда, қабырғада ілулі тұрған айнадан өзін көрді. Кәрілік, әжім, сөнген көздер. Бірақ соның артында өмір бойғы төзім мен сабыр тұр. Жас кезінде Зейнеп ауылдың ең сұлу қызы болған. Әмір екеуі бір мектепте оқыған. Ол кезде Әмір бойшаң, сабырлы, көп сөйлемейтін жігіт еді. Бір күні ауыл клубында би кеші болған. Сол кеште Әмір Зейнепке алғаш қол созған. Сол қолды Зейнеп өмір бойы ұстады. Бірақ кейін ол қол суып, қатайып кетті. Күйеуі ешқашан ұрғанда, балағаттамағанда. Бірақ үнсіздігімен ренжітті. 25 жасында алғашқы баласы шетінеп кетті. Зейнеп жылап отырғанда, Әмір тек шыда деді. Содан бері шыда олардың өмірлік сөзіне айналды. Сот алдындағы түні екеуі бір үйде, бірақ екі бөлмеде ұйықтады. Зейнеп төсегінде жатып, саусақтарымен ескі фотоларды сипап отырды. Бірінде жас Әмір күліп тұр. Мына күлімдеу қайда жоғалды, Әмір? Деп сыбырлады. Ал Әмір болса терезенің алдында отырды. Қолында ескі домбыра. Саусағы дірілдеп, баяу сағындым сені, бала күн деген әуенді тартты. Көзінен бір тамшы жас ағып түсті. Бірақ ол оны сүртпеді, еркекше үнсіз отырды. Судья қағаздарын жинап жатып терең күрсінді. Сіздердің жастарыңызда адамдар ажырасуға емес, кешірімге келеді. Бірақ шешім екеуіңіздің еркіңіз деді. Әмір қолын көтерді. Мен кінәлімін. Мен әйелімді түсінбедім. Бірақ бәрін кеш қайттым деді ол. Сол сәтте Зейнептің көзіне жас келді. Енді кеш, Әмір, біз ғұмыр бойы үндемей өмір сүрдік. Енді сол үнсіздіктің салмағы екеумізді бөледі. Соттың балғасы соғылды. Іс жабық. Сот залынан шыққан екеуі де есіктің екі жағына кетті. Бір сәтке тоқтап, арттарына қарады. Бірақ ешқайсысы жақындай алмады. Зейнеп баяу басып кетіп барады. Әмір оның соңынан қарап тұрды. Көзінде өмір бойғы өкініш пен кешірімнің салқыны. Бірнеше күннен кейін ауылға хат келді. Хатты жазған Зейнеп онда былай делінген. Әмір, мен ренжіген жоқпын. Тек біз тым көп үндедік. Егер өмір қайта басталса, мен тағы да сені таңдар едім. Бірақ бұл жолы бір-бірімізге жиі жақсы көрем деуші едік. Сол хатты Әмір көз жасымен оқып шықты. Арада бір апта өтпей, ол да бақилық болды. Жаназаға келгендер екі қабірдің жанында жылап тұрды. Екі қабірдің арасы небәрі 2 қадам еді. Бұл хикая жай ғана қарттардың ажырасуы емес. Бұл үнсіздіктің және сөз айтылмаған сүйіспеншіліктің қайғысы. Кейде адамдар айқайлап ренжіспейді, тек үндемей алыстайды. Сол үнсіздік ең ауыр ажырасу. Сүйіктің барда, айт, ренжітсең де тыңда, кешіру кеш емес. Өйткені кейбір адамдар өмірден кетсе де, жүрегіңнен кетпей. Арада бірнеше апта өтті. Зейнеп ауылдағы ескі үйіне қайта оралды. Сол үйдің әр бұрышы Әмірмен бірге өткізген жылдардың естелігі. Босағада тұрған ескі бәтеңкелер, үстелде қалған көзілдірік. Әже соларға қарап отырып, адам кетеді, бірақ ізі қалады екен деп күрсінді. Сыртта жел баяу есіп тұр.
Күздің соңғы жапырақтары түсе бастады. Әже ішінен: «Мына жапырақтарда біз сияқты бір ағашта бірге өсіп, соңында бөлек-бөлек жерге құлайды екен» деді сыбырлап. Сол түні ұйықтай алмады. Қолына дәптер алып, өмірі туралы жаза бастады. Бәлкім, біреу оқып өмірінде осындай қателікті қайталамас деді өзіне. Келесі күні есік қағылды. Келген үлкен ұлы, Самат. Ол анасының алдында тізерлеп жылап жіберді. «Анашым, сіздер неге бұлай жасадыңдар? Біз баламыз ғой. Екеуіңіз менің тірі мысалым едіңіздер, енді не қалды?» Зейнеп ұлын құшағына алды. «Балам, біз сені ренжіту үшін емес, өмір бойы үндемей өмір сүрмеу үшін ажырастық. Тым кеш емес пе еді, ана?» «Ешқашан кеш емес, балам. Бірақ өкініштісі, бұл сабақ біздің өмірімізбен жазылды». Самат терең күрсінді. «Мен әйеліме барсам ба екен?» Екеуміз де көп үндемейтін болдық. Зейнеп жымиып қойды. «Бар, балам. Үндемеу махаббаттың жауы». Күндердің күнде Зейнеп үйін реттеп жүріп, ескі сандықтан бір сурет тауып алды. Суретте өзімен Әмір жас кездерінде күліп тұр. Күн нұры түсіп, суреттің бояуы сәл өшсе де, күлкілері сол күйі жарқырайды. Әже сол суретті қабырғаға іліп қойды. «Мына күлкі екеуміздің жанымыздан өшпесін, Әмір», деді жай ғана. Сол түні түсінде күйеуін көрді. Әмір жылы жүзбен қарап тұр екен. «Зейнеп, мен сені бұрында сүйгенмін, қазір де сүйем», деді. Әже оянып кетіп көзіне жас алды. Терезеге қарады, таңның алғашқы нұры түсе бастапты. Сол күннен бастап Зейнеп мешітке жиі барды. Жан тыныштығын іздеп намаздан кейін дұға жасайтын. «Жаратқан, өмір бойы үндеген көңілдердің кешірімін өзің қабыл ал». Жүрегі жеңілдей бастады. Бір күні ауыл имамы келіп, әжемен ұзақ сөйлесті. «Апа, сіз көп адамға үлгі болдыңыз. Сіздердің хикаяларыңыз жастарды ойландырды». Әже күлімсіреп қойды. «Егер бір жұп татуласып жатса, менің өмірім зая кетпеген шығар», деді. Бір айдан кейін пошташы тағы келді. Бұл жолы хат Зейнепке емес, Әмірдің туыстарынан еді. Олар хатқа Әмірдің соңғы жазбасын қосып жіберіпті. «Зейнеп, мен кетіп барам, бірақ саған деген сезім ешқашан кеткен жоқ. Біз бір өмір бойы үндедік, енді мен аспанға айтқым келеді, мен сені жақсы көрем». Хатты оқыған Зейнеп сол сәтте ақ егіліп жылады. Бірақ бұл жолы өкініштен емес, жүрек тыныштығынан жылады. Өйткені ол білді, махаббат ешқашан өлмейді, ол тек түрін өзгертеді. Көктем келді. Ауыл гүлге толды. Зейнеп мешітке қарай келе жатып кенет тоқтап қалды. Алыстан бір жылы леп сезілді. Желдің ішінде Әмірдің дауысы естілгендей болды. «Зейнеп, сен мені кешірдің бе?» Әже күлімдеп аспанға қарады. «Кештім, Әмір, енді екеуміз мәңгі үндемей емес, жүрекпен сөйлесеміз». Сол түні Зейнеп те мәңгі ұйқыға кетті. Ауыл адамдары таңертең екі қабірдің жанында гүл шоқтарын қойды. Жел баяу есіп тұрды. Екеуінің қабірінің арасына ақ гүлдер жайқалып өсіпті. Адамның өмірі бір ғана сөздің айтылуымен не айтылмауымен өзгереді. Сүйікті адамға дер кезінде «кешір, жақсы көрем, сағындым» деу ең үлкен батылдық. Өйткені өмірдің соңында біз байлықты емес, кімге не айтпай кеткенімізді ойлаймыз. Сол себепті кім бар, соны бағала. Кеткен соң емес, қасыңда жүргенде қадірле. Сонда сенің де, менің де өмірім бекер өтпейді.